Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл Аладоп YouTube арнасы және студияда мен Ермұхамед Мәулен. Әдеттегідей Қазақстан премьер-лигасының матчтар болмай жатып шолу жасаймыз. Соңғы кездері өздеріңіз білесіздер, әлем чемпионатындағы ойындарға болжам беріп, Ванга әулие әмбе болып атанып жатқан жайымыз бар. Бірақ оның барлығы қалжың. Ертең бір болжамым шықпай қалған кезде менің сол қателескенімді аңдып отырған халық өте көп. Сол енді түбі бір күні қателесетіміз айдан анық, өйткені бүкіл матчтың нәтижесін дәл таба беру деген бұл мүмкін емес нәрсе. Теоретически мүмкін емес. Сондықтан бір күні болжам шықпай қалған күні комментарийді өкіртіп жазайын деп отырсыздар. Бәрін біліп отырмыз. Ал Қазақстан чемпионатына мен болжам беруден ешқашан тайсалған емеспін, және айтамын да, өз пікірімді білдіремін деп. Және Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері кім болады деген мәселеге де бір кішігірім инсайт айта кеткім келіп отыр. Сонымен 17-ші тур матчтары Ұлытау Қайсар арасындағы матчпен басталады. Ұлытауда өткен жолы білесіздер, Ордабасы командасынан жеңіліп қалды. Нұркен Мазбаев бапкерлік енді цехта жүрген тәжірибелі маман, бірақ дегенмен бұл кісі төрешілікке байланысты сын айтты. Сол ойында керемет гол соққан еді, бірақ оны санамай қойды деді. Енді осы жолы өз алаңында гол салатын шығар деген ойдамыз. Өз алаңында жеңілмеуші еді, Ордабасыдан өткен турда жеңіліп қалды білесіздер, және осы жолы енді Қайсардан ұпай алуға тырысады. Ал Қайсар командасына байланысты бір инсайт келіп жетті бүгін. Командаға трансферлік бан ілінді. Яғни енді ешқандай футболшыны қатарына қоса алмайды, және өткен жылы өнер көрсеткен футболшыларға белшесінен қарыз болып шықты бұл команда. Және сонымен қатар осы 9 шілде күні облыстық сот өтеді. Сол сотта бұл футбол клубы әкімшілікті сотқа берген дейді, және сол арқылы өзіне тиесілі қаржыны алуы тиіс. Енді мынандай заңды процедуралар. Сол арқылы клуб қаржысын алғаннан кейін жабуы тиіс. Мінекей бар шаруа әкімшілікке келіп айналып кеп тіреліп отыр. Үкіметтің қаржысына келіп тіреліп отыр. Ал клубтың өзінің жеке инвесторы бар еді ғой, ол қайда қалды деген секілді сұрақтар туындайды. Және Қайсар футбол клубының басшысы да ауысты. Клубтың басшысы болып Бақытжан Пазылхайыр тағайындалды. Ол өздеріңіз білесіздер, Қазақстан футбол федерациясында осы ПФЛК, яғни кәсіпқой клубтар арасында жарысты ұйымдастыру дирекциясының басшысы еді. Сол кісі қазір Қайсар футбол клубын енді қолына алмақшы тізгіндеп отыр. Ұлытауға қарсы матчта енді Қайсардан көп нәрсе күту қиындау, максимум тең ұпай. Ұлытау өз алаңында жеңілмейтінін ескерсек, в принципе, Ұлытау командасында жеңіс болуы тиіс. 1-0 есебімен болса да ұтылып 3 ұпайды алуы әбден ықтимал. Өйткені Ұлытау қазір турнирлік кестеде 7-ші орынға дейін сырғып кеткен жайы бар. Жетісу Алтай арасындағы матч. Алтай командасында Элгуджа Лабжанидзе керемет өнер көрсетіп жатыр. Сейф Попов екеуі. Сондықтан Алтай гол салуы мүмкін. Жетісудың ойындарының барлығы 2-2, 3-2 деген нәтижелер тіркеліп, ойнаған матчында гол салып жүрген еді. Мінекей сондай команда. Өткен жолда Ақтөбеге қарсы матчта жеңіліп қалды, 95-ші минутта пенальти болып, бірақ ол ойында да гол соққан. Сондықтан мына матчта екі тараптан да гол болады. Матч тең аяқталып қалу әбден ықтимал, бірақ Жетісу енді өз алаңында сәл де болса кішкене басым болады ғой деген ойдамыз. Ертіс Жеңіс арасындағы матч, енді Ертіс өз алаңында ұпай алуы тиіс. Жеңіске қарсы ойнап, тең нәтиже тіркесе де, соның өзі жеткілікті. Ертіске қазір ұпай ауадай қажет. Бапкер ауыстырды, Марат Ислямов бас бапкер болды. Енді өзі негізі павлодарлық маман ол кісі. Екібастұз командасында жұмыс істеген кезде, Ақсуда жұмыс істеген деген секілді. Сондықтан Ертісте біршама футболшылар алып күшейді, бір-екі позициясын жапты десек болады. Ал Жеңіс өткен турда Астана командасымен ойнап ұпайдан шашау шығарып алды. Мақсат Абраевтың жалғыз соққан голы жеңіске жетелемеді. Ұтылып қалды Жеңіс. Мінекей осындай жағдай. Ал сонымен қатар осы видеомыздың шығып жатқанына себепкер болып жатқан біздің фондағы достарымыз fontim.kz сайтында қызықты акциялар өтіп жатыр. iPhone, iPad секілді құнды бағалы сыйлықтарды ұтып алуларыңыз мүмкін. Әлем чемпионаты, басқа да қызықты жарыстарға байланысты конкурстар жалғасып жатыр. Оның сілтемесі осы видеоның астында комментарийде бекітіліп тұрады, басып көрсеңіздер болады.
Ал Каспий Ордабасы арасындағы матчта енді әлбетте Қызылордада өтетін кездесу. Каспий соңғы кездері былай жүрісін жақсартып, күшті ойнап келе жатыр. Қазір бабында десек болады. Рамазан Абылайхан деген футболшы ашылып гол сала бастады. Ерлан Шойтоновтың командасы бізді таң қалдыруды одан ары қарай жалғастырып жатыр. Бірақ дегенмен Ордабасы өте мықты футболшылармен өнер көрсетіп жатыр. Легионерлер мықты. Сондықтан Түркістандағы матчта Ордабасы командасы ұпай алып кететін шығар деген ойдамыз. Ордабасы енді чемпион болайын деп жатқан жұрм, сондықтан мұндай матчтарда 3 ұпай ауадай қажет. Тең боқпағанның күнің өзінде де Ордабасының енді 2 ойыны әлі ойналмаған, сондықтан жалпы запасы бар деп айтуға болады. Тобыл Оқжетпес арасындағы матч өте қызықты кездесу болады. Екі көршілес жатқан командалар. Тобыл енді өз алаңында Ислам Чесноковты қатарына қосты. Әжептәуір жақсарып келе жатыр. Ұпай шығарып алып жатыр, шашау шығарып. Бірақ дегенмен осы жолы Оқжетпестен басым түсу мүмкін бұл команда. Тобыл күшіне енуі тиіс. Оқжетпесте мықты, комбинациялар керемет. Ринат Әлеуетовтың командасы міндетті түрде гол салады деп ойлап отырмын. Оңай матч болмайды Тобыл үшін, бірақ дегенмен бәрібір мен үшін фаворит қостанайлықтар және жеңіс Тобыл командасында болуы тиіс деп есептеймін өз басым. Бірақ енді осындай болжам айтқан кезде матч тең аяқталып қалатында бір жаман әдеті бар. Оған да біз дайын болуымыз керек. Келесі матч бұл Атырау Елімай арасындағы ойын. Атырау командасы Каспийге шамасы жетпеді, өткенде білесіздер, осындай бір кішігірім кризис болып жатыр. Өте қиын жағдай, бірақ дегенмен Атырау Владимир Чебуриннің баптауымен ес жиюы мүмкін. Түркістанда өтетін матчта Елімайды қабылдап, Елімайдан енді 1 ұпай болса да алып кетуге тырысады. Өйткені Елімайдың алаңында өткен матчта Атырау ұпай еншіледі, жеңді десек мінекей болады. Сөйтіп 3 ұпай алып кеткен. Бұл жолы да ескі жау атыспаққа жақсы деп, осы Атырау үнемі Елімайдан ұпай алып қоятын білесіздер. Өткен жылғы чемпионаттың 1-ші турында да Атырау өз алаңында Горовенконың баптауымен Елімайдан ұпай алған, жеңген тіпті. Мінекей осындай жағдай бір ыңғайлы қарсылас шығар деп есептейміз. Атыраудың бас бапкері Владимир Чебурин, Андрей Карповичтен бапкерлік цехта енді бір бас жоғары тұратын маман, сондықтан Атырау осы жолы Елімай тоқтату мүмкін. Оның үстіне Елімайда соңғы ойындарды жеңіп, сырт алаңда Қызылжардан басым түсіп, Роман Мұртазаев кезекті голын салып, керемет болып жатыр. Сондай жағдайда бірдеңе бір жерден бүлінуі тиіс қой деп отырмыз. Және Елімай командасы конференция лигасында өнер көрсететіндігінде айта кетуіміз керек. Олар өздеріңіз білесіздер, Алашкерт деген командамен өнер көрсетеді, соған қарсы шығады. Сондықтан Атырау осы жерде осыны пайдалануы мүмкін. Астана Ақтөбе арасындағы матч бұл 17-ші турдың негізгі кездесуі. Барлығымыз осы ойды тамашалаймыз ғой деген ойдамыз. Бірақ Динамо Сити деген Албанияның командасымен кездеседі Астанада конференция лигасында. Одан кейін жауапты матчы бар дегендей. Сондықтан Астанада осы жерде қосалқы 2-ші құраммен шығады деген бір инсайт келіп жетті. Сондықтан менің пікірімше бұл матчтың фавориті Ақтөбе болуы тиіс. Штефан Тарковичтің командасы соңғы кездері керемет өнер көрсетіп жатыр. Және жеңіп кетуге шамасы жетеді. Астана аренада, оның үстіне Астана қазір бұрынғыдай Астана емес, сәл әлсіреп қалған. Оның үстіне 2-ші құрамын шығаратын болса, Еврокубокке дайындалатын болса, онда тіпті Ақтөбеде керемет мүмкіндік бар. Ақтөбе қазір осы матчты жеңсе 28 ұпаймен әжептәуір 3-ші орынға дейін көтерілуі тиіс. Менің енді жеке болжамым, расын айтқан кезде осы Ақтөбе түбі Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алып кетеді ау деген бір пікір бар. Мінекей осындай жағдай. 17-ші турдан кейін енді 18-ші тур матчтарына бөлек тоқталамыз. Осы ойындарды біз Фонти матчдей деген секілді бағдарламаларда ежей-тегжейлі талқылайтынымызды білесіздер. Ал мен осы тур болмай тұрып кішігірім шолу жасап, матчтар қалай өтеді, қай жерде болады деген секілді тақырыптарды қозғап жатырмын. Және осы видеоның басында мен сіздерге айтқан едім, Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері мәселесі де шешілген жоқ, және оған кандидаттар да аз емес. Білесіздер, Қазақстанның ішіндегі кандидаттарды талқылап болған, бірақ бізге жеткен ақпарат бойынша сенім түрде айтуға болады. Қазақстан ұлттық құрама командасының келесі бапкері шет ел азаматы болады. Бұл
осындай міндетті түрде жағдай. Анже Постекоглу, өздеріңіз білесіздер, Аль Наср командасының бапкер болып кетті. Сонымен қатар ол жалақыны өте көп сұраған дейді, және осы мәселемен айналысып жатқан Скотт Мун осы Постекоглумен керемет байланысты еді, бірақ ол Қазақстан құрамасында болмайды. Тағы бір кандидат бұл Роджер Шмидт, германиялық маман. Өздеріңіз білесіздер, кезінде керемет жұмыс істеген, Бенфика, Зальцбург секілді командаларда ойнаған, бірақ бұл кісімен келіссөздер әлі дұрыс басталмаған секілді. Марино Пушич деген кандидатты айтуға болады, және Валид Реграги деген марокколық бапкер бар, Владимир Петкович, Каспер Юльман және Пауло Бентуд секілді кандидаттармен қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Және осы кандидаттардың ішінде жақын арада бір кандидат өзгелерден оқ бойы озып шығады, және оның агентімен Қазақстан футбол федерациясының арасындағы келіссөздерден кейін нәтиже шығу керек. Шамасы келесі аптаға қарай бір кандидаттың есімі белгілі болады, және сол кісі шамасы Қазақстан ұлттық құрама командасының бапкері болуы әбден ықтимал. Бұл тізімде жоқ, мен атаған адамдардың ішінде жоқ адамда бапкер болуы мүмкін. Оны да біз сіздерге айтамыз, өйткені кандидаттардың тізімі күніге өзгеріп жатыр. Мінекей кейбіреуі әлем чемпионатында қазір жұмыс істеп жатқандары да бар, жақында жұмыстан шыққандары бар. Солардың барлығын күтіп отқан жайымыз бар. Менің ойымша, келесі біздің осы Алау YouTube арнасындағы выпускта Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкерінің есімін естіп те қалатын шығармыз. Мінекей осындай жалпы информация бар бізде. Қадірмен достар, Алау YouTube арнасына тіркеле беріңіздер. Біздің оқырмандарымыздың саны 50 мыңға дейін жетіп қалды. Және комментарий жазыңыздар. Қазақ футболына байланысты болжамдарыңызды да жазыңыздар. Мен күшті жазылған сараптамалық пікірлерге жауап та қатып отырамын. Лайктарыңызды аямаңыздар. Ал сіздер үшін қызмет еткен мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.